Никола Тесла өз заманынан озық ғалым. Бұл адамның болмысы мен өнертабыстары таң қалдырады. Тесла философияны, әдебиетті, музыканы және тіл білімін терең меңгерген. Жан-жақтылығы жағынан оны тек Леонардо да Винчимен салыстыруға болады. Тесланың көптеген өнертабыстары патенттелген, белгілі және табысты жұмыс істейді, бірақ ғалым өзінің көптеген жаңалықтары мен өнертабыстарын адам пікіріне ұсынбауға шешім қабылдады. Никола Тесла 1856 жылы Сербияда діни қызметкердің отбасында дүниеге келген. Әкесі баласы оның жолын қуып, әмірші болады деп ойлады. Дегенмен жас жігіт техникалық ғылымдарға, әсіресе электр энергиясына қатысты барлық нәрселерге көбірек қызығушылық танытты. Ол Австриядағы техникалық университетте, содан кейін Прага университетінде оқыды. Бірақ мұғалімдер жас зерттеушінің тамаша идеясын түсінбеді. Рас, бұл факт Тесланың көңілін қалдырған жоқ. 1882 жылы Парижде ол генератордың алғашқы жұмыс үлгісін құрастырды. 2 жылдан кейін жас жігіт Нью-Йоркке Томас Эдисонды көруге барды. Ол оны өз компаниясына инженер-электрик ретінде жұмысқа алды. Дегенмен өздерінің негізгі постулаттарында ғалымдар диаметральды қарама-қайшы пікірлерді ұстанды. Тесла болашақ айнымалы токқа, ал Томас Эдисон тұрақты токқа тиесілі деп есептеді. Уақыт бәрін өз орнына қойды, біз қазір айнымалы токты сәтті қолданамыз. Никола Тесла барлық кеңістік энергиямен қаныққан, оны алуды үйрену керек деп есептеді. Рас, ол мұны қалай істеу керектігі туралы ұрпаққа ешқашан ақпарат қалдырмаған. Уақыт өте келе туындаған келіспеушіліктерге байланысты Тесла Эдисонның компаниясынан кетіп, сол жерде Westinghouse Electric компаниясын құрған Джордж Вестингхауспен жұмыс істей бастады. Тесла тағы бірнеше патент алып, жұртшылықты таң қалдырған бірегей эксперименттер жүргізді. Шынында да, шамдар, тіпті қарапайым колбалар адамның қолында өздігінен жанған кезде, немесе ол электр тогын өзі өткізгенде, алаңдамай қалу өте қиын, сондықтан адамдар оны мистикалық қорқынышпен қабылдай бастады. Дегенмен бүгінгі күні найзағаймен жонглерлік жасай алатын, және оларды чемоданға мұқият орналастыра алатын адам өте түсініксіз реакция тудыруы мүмкін. Тесла энергияны жер шарының кез келген нүктесіне сымсыз жіберу мүмкіндігіне қатты қызығушылық танытты. 1893 жылы ол бірінші толқынды радиотаратқышты құрастырды. Алайда бұл жобаны қаржыландыру көп ұзамай тоқтатылды, өйткені мұндай ашылу көптеген ірі бизнес өкілдері үшін өте тиімсіз болар еді. Инвесторлардан тәуелсіз болу үшін Тесла патенттерінің бір бөлігін $15 миллион сатуға шешім қабылдады. Енді ол өзін толығымен ғылыми тәжірибелер мен жаңа жаңалықтарға арнауға жеткілікті ақшаға ие болды. Тесла кәсіпқойлығы тек электротехника саласымен ғана шектелмеді. Ол жан-жақты және дамыған тұлға болды. Рас, ғалым кейбір фобиялардан зардап шекті, бірақ бұл оның ашқан жаңалықтарына мүлдем кедергі келтірмеді. Тесланың кейбір өнертабыстары қоғам үшін қауіпті болды, сондықтан инженердің өзі оның кейбір жаңалықтарының сызбаларында жұмыс үлгілерінде жойды. Ұлы Нью-Йорк жер сілкінісі жаңа қондырғыны сынаумен байланысты деген пікір бар. Никола Тесла тек өздігінен тербелістерді және олардың әсер ету нәтижелерін зерттеді. Уақыт машинасын жасап, басқа өркениет өкілдерімен байланыста болғаны да зор. Тесланың өзі оған барлық идеялар жердің бір ақпараттық өрісінен келді деп мәлімдеді. Бұл адамның өнертабыстарының арқасында өнеркәсіптік революцияның екінші кезеңі аяқталды және электр энергиясының табиғаты туралы орасан зор білімге ие болды. Ғалым 100-ден астам патент алды. 1943 жылы дүниеден өткенше жемісті еңбек етті. Өмірінің соңғы жылдарында американдық әскери департаментпен бірлесіп жұмыс істеді. Алайда Тесланың барлық жазбалары мен күнделіктері жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Олардың қайда екені белгісіз, мүмкін, ұлы ғалымның жоспарлары ашылғанша көп уақыт өтеді. Бірақ Никола Тесла адамдар оны бейбіт мақсатта пайдаланбайтынын түсініп, оның жазбаларын өзі жойған болуы мүмкін.